Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабақты бастамас бұрын менің сөз кезегін өзімнің цифрлы көмекшіме бергім келіп тұр. Сәлем, достар. Мен сіздердің цифрлы көмекшілеріңіз. Бүгін біз компьютердің қалай жұмыс істейтінін бірге зерттейміз. Сен ойландың ба, неде пернетақтада бір батырманы бассаң, экранда бірден нәтиже шығады? Ендеше, осы сұрақтың жауабын бірге іздейік. Цифрлы көмекші айтып кеткендей, бүгінгі өтетін тақырыбымыз компьютер қалай жұмыс істейді. Бүгінгі сабақтағы оқу мақсатымыз компьютердің негізгі құрылғыларының өзара әрекеттесуін түсіндіру. Осы оқу мақсатынан шығатын сабақтың мақсаты компьютердің негізгі құрылғылардың қызметін сипаттай алады, құрылғылардың өзара әрекеттесуін мысалдар арқылы түсіндіре алады. Ендеше компьютердің негізгі құрылғыларымен танысайық. Экранда бейнеленген дербес компьютер. Оның бірнеше негізгі құрылғылары бар. Оның ішінде біздерде жүйелік блок, монитор, пернетақта және тінтуір. Жүйелік блок бұл біздерде компьютердің негізгі миы болып келеді. Барлық ақпарат осында сақталады, және осында өңделеді. Келесі монитор. Бұл құрылғы біздерге ақпаратты алдымызға көрсететін, ақпаратты шығару құрылғысы. Келесі пернетақта және тінтуір. Бұл біздерде ақпаратты енгізу құрылғылары. Осының көмегімен біздер ақпаратты енгіземіз компьютерға. Келесі кезекте жүйелік блоктың ішіндегі құрылғылармен танысайық. Енді жүйелік блоктың ішіндегі құрылғыларға нақтылап тоқталайық. Жүйелік блок негізі процессор, жедел жады, аналық тақша, қатқыл диск, дыбыс картасы, бейне картасы және қорек көзінен тұрады. Әрбір құрылғыға жекелей тоқталатын болсақ, аналық тақша компьютердің орталық тақшасы. Барлық құрылғыларды осыған жалғанады. Ол компоненттер арасындағы байланысты қамтамасыз етеді, деректер алмасуға мүмкіндік береді. Келесі процессор. Процессор компьютердің миы болып табылады. Бұл бұйрықтарды орындайды және барлық есептеулерді жүргізеді. Оның жылдамдығы гигагерцпен өлшенеді. Келесі жедел жады. Жедел жад бұл компьютердің уақытша жады. Бағдарламалар іске қосылған кезде олардың деректері осы жерде сақталады. Компьютер өшірілгенде жедел жадтағы барлық мәліметтер жоғалады. Келесі кезекте қатқыл диск. Қатқыл диск бұл деректерді ұзақ уақыт сақтауға арналған құрылғы. Файлдар, бағдарламалар және операциялық жүйе осы жерде сақталады. Қатқыл дисктің өзі екі түрге бөлінеді. Біріншісі қатты денелі диск SSD. Механикалық бөліктері жоқ, сондықтан жылдамырақ жұмыс істейді және сенімдірек. Екіншісі HDD. Қатқыл диск көбірек деректерді сақтауға мүмкіндік береді, бірақ баяғырақ жұмыс істейді. Келесі кезекте бейнекарта. Бейнекарта графикалық ақпаратты өңдеп, оны монитор экранына шығаратын құрылғы. Ол әсіресе графикалық бағдарламалар, ойындар және видео өңдеу үшін маңызды. Келесі кезекте дыбыс картасы және қоректендіру көзі. Қорек көзі бұл біздерде компьютерді электроэнергиясымен қамтамасыз етеді. Және дыбыс картасы. Дыбыс картасы компьютерде дыбысты өңдеуге жауапты. Ол дыбыс шығару және жазу үшін қажет. Ендеше осы құрылғылармен жақынырақ танысу үшін Mosaic 3D бағдарламасына назар аударайық. Бұл бізде жүйелік блоктың ішкі құрылысы. Біздерде қоректендіру көзін көріп тұрмыз, аналық тақша, жедел жады, бейне картасы, қатты диск және процессорды көріп тұрмыз. Келесі кезекте ақпараттың компьютердің ішінде қалай өңделетінін цифрлы көмекшім айтып береді. Бірінші, пернетақта электрлік сигнал жібереді. Содан кейін бұл сигнал процессорға барады. Процессор оны өңдеп жедел жадқа жазады. Сосын дерек бейне адаптерге жіберіледі, ол оны суретке айналдырады. Ақпарат мониторда пайда болады, яғни шығыс құрылғысы нәтиже көрсетеді. Оқушылар, ендігі бүгінгі тақырыпқа байланысты тапсырмалар орындайық. Сіздердің алдарыңызда жұмыс парағы берілген. Оның ішінде бірінші А деңгейлі тапсырма. Бұнда жүйелік блоктың құрылғылары берілген және бос орын тор берілген.
Біздер осы құрылғылардың атауларын жазамыз. Дескрипторы, жүйелік болып ішкі құрылғылардың атауын біледі, 2 балл. Жарайсыздар оқушылар. Келесі тапсырма сол жұмыс парағындағы В деңгейі тапсырмасы. Бұнда біздерде құрылғылар берілген және олардың атқаратын қызметтері. Бұларды біздер бір-бірімен сәйкестендіреміз. Дескриптор құрылғылардың атқаратын қызметтеріне сәйкестендіреді, 2 балл. Жарайсыздар. Келесі кезекте біздерде С деңгейлі тапсырма. Бұл тапсырмада біздер презентация жасаймыз. Тақырыбымыз виртуалды жөндеуші. Жасанды интеллект құралын қолданып, ақпарат жинау және презентация дайындау. Біздерде бұл жерде 3 нақты проблема берілді. Біріншісі, компьютеріміз баяу жұмыс істейді. Екіншісі, жүйелік блогымыз қосылмай тұр. Және үшінші проблемамыз мониторға сурет жібермей тұр. Сол 3 проблеманы жасанды интеллект құралын қолданып, ақпаратын жинап, жаңағы слайдын жасаймыз. Біздің презентациямыз 5 слайдтан тұрады. Әрбір слайдқа қойылатын талап: әр слайдта жасанды интеллект арқылы генерацияланған суреттер қолданылған. Жасанды интеллект берген жауапты көшіріп қана алмай, оған сын көзбен қарап, өзіңнің логикалық түсінігіңді көрсетесіз. Дескриптор компьютердің істен шығу себебін анықтап, негізгі бөлшектерінің қызметін түсіндіреді. Жасанды интеллект құралын қолданып, ақпарат жинап, шешу жолын ұсынады. Және соңғысы, жиналған ақпаратты слайдта дұрыс және түсінікті түрде көрсетеді. Әр қайсысына 1 балдан жалпы 3 балл беріледі. Керемет. Келесі кезекте бізде қорытынды тапсырма. Алдарыңыздағы компьютер қалай жұмыс істейді бағдарламасын іске қосып, 8 сұрақтан тұратын қорытынды тест орындайсыздар. Яғни сіздердің компьютерлеріңізге компьютер қалай жұмыс істейді атты бағдарлама енгізілген. Соның ішінде 8 сұрақтан тұратын тест бар, сол қорытынды тестті орындаймыз. Дескрипторы 7-8 дұрыс жауапқа 3 балл, 5-6 дұрыс жауапқа 2 балл, 3-4 дұрыс жауапқа 1 балл беріледі. Тамаша. Оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе формативті балымызды қалыптастырайық. А және Б деңгейіндегі тапсырмаларға оқушы өзін-өзі бағалайды. С деңгейіндегі тапсырманы мұғалім бағалайды. Және соңғы қорытынды тапсырмадағы өзін-өзі бағалайды оқушы, және осы 4 тапсырманың нәтижесіндегі балдарды бір-біріне қосып, бүгінгі сабақтағы формативті балымыз қалыптасады. Қорытынды. Компьютер біздің сенімді көмекшіміз. Компьютер бұл бірнеше құрылғының бірлесіп жұмыс істеу нәтижесінде жұмыс істейтін күрделі жүйе. Әр құрылғының өз рөлі бар, және олардың әр қайсысы компьютердің жалпы өнімділігіне үлес қосады. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.